Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздер өздеріңіз туралы айтуды үйренесіздер. Мысалы, менің атым, өз аттарыңызды айтасыздар. Менің жасым, өз жастарыңызды айтасыздар. Менің ұлтым, өз ұлттарыңызды айтасыздар. Және де өздеріңіз туралы айтқан кезде мамандықтарыңызды айтуға болады. Мысалы, мен оқытушымын. Сіздер ше? Пәнаралық байланыс болсын, ағылшынмен байланыстырайық. My name is. Өз аттарыңызды айтасыздар. I am. Өз жастарыңызды айтасыздар. I am a teacher. And you. Өздеріңіз туралы айтасыздар. Мысалы, біреулеріңіз I am a doctor деуіңіз мүмкін. Енді біреулеріңіз I am a student деп айтуыңыз мүмкін. Ал егер мен өзім туралы айтатын болсам, мен оқытушымын. Мен қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысымын. Филология ғылымдарының магистрымын. Енді about myself, өздеріңіз туралы өстіп қысқаша айтуларыңызға болады. Сонымен қатар сіздер бүгін қалың қалай деген сұраққа жауап беруді үйренесіздер. Көбінесе жақсы деп айтып жатады. Жалпы амандасуға келетін болсақ, амандасу кезінде қазақ тілінде сәлеметсіз бе деп амандасады. Қалыңыз қалай деп амандасады. Амансыз ба деп амандасып жатады.